Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Лаура. Бүгін үй жағдайында бір жасағаннан шығатын банофи пай пирогын жасаймыз. Алдымен бір табаға ұнымызды салып аламыз. Оның үстіне мұздатылған сары майымызды салып, екеуін жақсылап араластырып, яғни крошка жасайтын боламыз. Менің крошкам дайын, міне осындай бір келкі болып шығуы қажет. Енді оның үстіне бір чайный ложка разрыхитель салып, қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін енді оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Менің қамырым дайын, көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Жайып алған қамырымызды формаға біркелкі етіп орналастырып аламыз. Формаға қамырымызды орналастырып алғаннан кейін вилканың көмегімен осылайынан тесіктер жасап шығамыз. Себебі бізде қамырымыз піскен кезде көтеріліп кетпес үшін қамырды біз 180 градуста 15-25 минут пісіреміз. Ал енді кремін дайындаймыз. Бізде осындай шанти крем керек болады. Осындай дайын суховой кремді алып, мен 2 пашкасын қолданамын. Осындай екеуін бір ыдысқа салып алып, үстінен мұздай суымызды құйып, екеуін жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай менің крем дайын. Басқа кремдерден ешқандай айырмашылығы жоқ, небәрі 5 минутта дайын болатын крем. Мен 2 бананды осылайынан жіңішке қылып әдемілеп кесіп дайындап алдым. Енді пісіп шыққан пирогымызға осындай варенканың, яғни жартысын жағатын боламыз. Біркелкі етіп. Варенкамызды жағып болғаннан кейін бетіне банандарымызды әдемілеп қойып шығамыз. Мен банандарымның барлығын қойып болдым. Енді менде кондитерлік мешок болмаған соң осындай пакетке кремді салып алып, әдемі гүлдің формасын жасайтын боламыз. Барлығын жасап болғаннан кейін мен бетіне сәндік ретінде какао себетін боламын. Сіздерде басқаша қылып, әртүрлі қылып сәндесеңіздер болады. Ал енді пирогымыздың кремі қатқанша холодильникке 1-1,5 сағатқа қойып алатын боламыз. Менің пирогым дайын, міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.